Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біздер шоколадты пирог дайындайтын боламыз. Бұл өте оңай, үйдегі бар ингредиенттен жасалатын болады және де шайға, ішуге немесе қонақтарға ұсынуға өте дәмді, жұп-жұмсақ пирог. Қазір мен сіздерге оның жасалуын көрсететін боламын. Ең алдымен қамырын жасау үшін жұмыртқаға қантты қосып миксермен жақсылап араластырып аламыз. Мен сіздерге видеоның астына барлық ингредиенттерін, яғни керек құрамдарын салып қоятын боламын. Жақсылап осылай араластырып болғаннан кейін үстіне сүт және күнбағыс майын құйып тағы да араластыратын боламыз. Және де біз бөлек дайындап алдық. Оның какао қопсытқышты осылай қосып жақсылап араластыратын боламыз. Яғни қамыры диаметрі 20 см болатындай қазір біз формаға құямыз. Осылай дайын болған қамырымызды формаға құйып 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минутқа пісіріп алатын боламыз. Шоколадты құйманы дайындау үшін енді ыстық сүтке осындай қант пен какаоны қосып жақсылап араластыратын боламыз. Яғни құйманы піскен кезде ыстық бәліштің үстіне құю үшін. Міне осылай біздің дайын болған бәлішіміздің үстіне құймамызды құйып сіңуі үшін бірнеше минуттай күтетін боламыз. Міне біздің шоколадты пирогымыз дайын, дәмі деген өте керемет, яғни шайға, қонаққа ұсынсаңыздар да болады. Сіздерге ескерте кететін жайт, мен бұл пирогты фудблогер Гүлжанат Нұрышева деген ханымнан алдым. Сіздер де жасап көріңіздер деп кеңес беремін.